Бәріне сәлем. Бүгін менің қайнағамның туған күні. Сондықтан таң атпай базарға шықтым. Себебі кешкісін қонақтар, қайнапкелеріміз келеміз дегеннен кейін дайындалайын деп шештім. Осындай фруктылар, анау-мынау торт алып келдім үйге. Келе сала қайнағама осындай тортты ұстатып қойдым. Туған күніңмен деген. Сөйтіп коласын барлығын жақсы көретін заттарын алып, өстіп суретке, видеоға түсіріп алдым естелікке. И дальше больше біз дайындалдық. Осындай үйге бауырсақ істедік, самса, блинчик, үйге керекті жаңа дастарханға қойғанға кішігірім енді атап өтейін дедік, қайнағамның көңілі ғой деп ше. Сонымен маманы деген шақырып алған болатынмын. Ертең мен босанып қалсам, үйге бала-шағаға қарайтын тамақ, шайды істейтін деп, сөйтіп мама отпускке шығып, үйге келді. Қандай рахат деймін да, мамам келіп, өзімше қолымыз арып жатыр ғой. Сөйтіп мына жерде енді мамаға көмектесіп жатырмын. Обедке манты істейін дедік. Қайнағам манты заказ берді туған күніне. Сөйтіп мантыны енді аз илеп қойыппын қамырын ше. Енді кешкіге жетпей қалайын деп тұр. Кешкіге енді қуырдақ істеймін деп шештім. Өзімнің супер блинчиктерімді істедім. Жұмсақ қылып, мына жерде Аяшка мен ойлап өзінше суын беріп жатыр ғой. Блинчигім дайын болды. Мына жерде енді бауырсақтың жаңа самсаның тесталарына кірісіп жатырмыз. Самсаны мама өстіп күштілеп дайындап қойды. Алдық та сразу фарштарын барлығын салып тастадық. Мама да бізде пысық қой, барлығын тез дайындап тастады. Сөйтіп отырып алдым да, мен енді тұрып істеуге шамам келмеді, белім ауырып, сонымен деген мама тұрып жайып беріп тұрам, сен тез салмаларын салып отыр деді. Сөйтіп жұмыртқаларын жақтым да, сөйтіп де пешке пісіруге қойып қойдым. Мына жақта нан, бауырсаққа күштілеп жұмсақ қамыр илеп қойдық. Енді ішіне барлығын қостым. Қаймақ бар ма, май ма, қант барлығын ше. Сөйтіп мынандай самса істедім. Бір самса деген бөгілмей қойса боламыз, сөйтіп ашып қойдым. Мына жерде бала-шағаның қарны ашып кетті. Кеше ет асқанбыз, содан қалған нарын қылып бердім да, қамырдың барлығын турап, өйстіп бала-шағаның аталарының қарындарын тойғызып қойып, и ары қарай уже бауырсаққа кірістік. Мама бауырсақтардың барлығын пісіріп тұрды. Мен дастарханның барлығын дайындап, өйстіп осылай дастарханның барлығын жайнатып жібердік қой. Маманың бауырсағына жетпейді, жұмсақ болған, керемет болып барлық заттарды қойдым. Негізі кола іздегем, коланы жақсы көреді да қайнағам. Сонымен коланы таппадым. Еще миым ашып жүріп бар ғой, жаңағы свечаларды 39 жас дегенді ұмытып кеткем, ана тортқа деген үрлету үшін сондай нетіп қоям деп ойлағанмын ғой, енді болмай қалды. Жылда осылай атап өтеміз. Негізі кішігірім өзіміз отбасымызбен, әпкелерім келеді, қайнапкелерім. Негізі қайнағам 85-ші жылғы, биыл 39-ға толып жатыр. Барлықтарыңыз комментарийде сұрайсыздар ғой, жолдасың үлкен ба, қайнағаң ба деп ше. Жас көрінеді деп. Қайнағам үлкен ғой, 85-ші жылғы, жолдасым 88. Сөйтіп мамам бар, інім бар, қайнағам, барлығымыз атап өттік. Ана жақта атаға барлық заттарды апарып бердім. Сонымен осылай әңгімені айтып, туған күніне тост айтып, осылай отырдық. Негізі қайнапкелерім де келем деп ойлаған, бірақ енді барлығы күндіз жұмыста болғандықтан кешке келеміз деді. Енді кешкісін қайнапкелерімді күтіп жіберемін. Қайнағам риза болып қуанып қалды.